Эко туралы мен дұрыс түсінбеген нәрселер немесе сұрақтар. Ең бірінші нәрсе ол эконың қаражаты, яғни шығыны. Эко жасатқан таныстарымнан үнемі сұрайтынмын. Бір танысым маған былай айтты: эконы 5 рет ақылы түрде жасаттық. Бәрінде өз қаражаттарыңыз ба деп сұрадым. Я, өз қалтамыздан шығардық деді. Мен сонда эко қанша тұрады деп сұрадым. Ал танысым болса шамамен 1.200.000 немесе 1.500.000 шығады деді. Сосын мен жолдасым айтып жүрексініп қалдық. Кәдімгідей 2 жыл дайындадық, ақша жинадық. Осыдан кейін ойыма келгені 4 рет сәтсіздіктен кейін қайтпай 5-ші рет эко жасатып сәтті балалы болу. Қаражаттан бұрын бұл жерде әйел адамның ерік-жігері мен мойымайтын, қайтпайтын қайсарлығына қатты таңғалдым. Бір жағынан ойладым, жолдасы не деген керемет, 5 рет сондай сумманы тауып беріп отырған деп. Сөйтсем, ең бірінші процедура стимуляция келесі реттегі бірнеше эконың қаражатына тікелей әсер етеді екен. Стимуляция әйел адамның аналық жұмыртқаларын ынталандыру, қарапайым тілмен айтқанда санын көбейтуге арналған процедура. Суретке қарасаңыздар, қалыпты жағдайда әйел адамда бір жұмыртқа өсіп жетіледі. Ал гормоналды стимуляциядан кейін барлық аналық жұмыртқалар, яғни фолликулдар өсіп жетіледі. Яғни гормоналды стимуляцияның негізгі мақсаты өсіп жетілген фолликулдар санын көбірек алу. Ең бірінші жасалған экоңызда осы көбірек фолликулдар алынса, сіз оларды аталық ұрықпен ұрықтандырып, ұзақ уақытқа қатырып қоюыңызға болады. Гормональды стимуляция қалай өтеді, әсері қандай болады, қалай жасалынады, мен өз тарапымнан менің оқиғамда келесі видеода жариялаймын. Негізгі тақырыбыма оралсақ, қатырылған дайын эмбриондар ол сіздің болашақ сәбиіңіз. Менде және менің жанымда бірге клиникаға барып жүрген қызда екеумізде 6 эмбрион қатырылды. 6 эмбрион дегенім сізде экоға 6 немесе 4 рет 5 рет попыткаңыз бар деген сөз. Алла сақтасын, дегенмен де алғашқы экоңыз сәтсіз шығып жатса, одан кейін сізде келесі экода бұл стимуляция процедурасын жасамайсыз, бірден перенос эмбрионов, яғни қатырылған эмбриондарыңызды жатырыңызға салады. Перенос эмбрионов әдетте 150-200 мың теңге ғана тұрады. Айтқым келгені, біз сияқты ойбай қаражатым жетпей қалады-ау деп уайымдамай, экоға ертерек кірісулеріңізге кеңес беремін. Өйткені 2 жылдың ішінде әйел адамның да ер адамның да көрсеткіші төмендей береді. Мысалы, біздің жағдайымызда күйеуімнің көрсеткіші 2 жылдан кейін мар-тестке саны жеткіліксіз болып қалды. Сондықтан уақыт алдырмай, көрсеткіштеріңіздің төмендеуіне жол бермей, ертерек бастауларыңызға кеңес беремін.